Армысыздар, құрметті Қазақмет көрермендері. Пайдалы айдарша өзінің жалғасын табуда. Бүгінгі біздің тақырыбымыз сарысудың адам ағзасына таптырмас емді қасиеттері жайында болмақ. Сіздермен бірге мен, Қасен Айданы. Егер пайдалы айдарша өзінің жалғасын тапсын десеңіздер, біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сарысу өзінің қарапайымдылығына қарамай, адам ағзасына қажетті көптеген дәрумендермен толықтырылған. Оның өзін медицинаның атасы болып табылатын Гиппократ та жазбаларында жазып кеткен. Сол кездегі ең қауіпті аурулар туберкулез, сары ауру, тері ауруларының өзін осы сарысумен емдеген екен. Құрамындағы лактоза адам ағзасындағы алмастырылмайтын ақуыз болып табылады. С. В витаминінің барлық топтары және де тіпті жеміс-жидектерде де кездеспейтін дәрумендер осы сарысудан кездеседі екен. Күнделікті сарысуды бір уақыт кешке ішіп отырсаңыз, адам ағзасындағы артық заттарды, уыттарды сыртқа шығаруға септігін тигізеді. Асқазан ішек жолдарының жұмысын ынталандырып, жүйке жүйесін тыныштандырады. Қан айналымды жақсартады. Семіздіктің алдын алып, артық майлардың жиналуына кедергі жасайды. Сонымен қатар бүйрек, бауыр аурулары, атеросклероздың алдын алуға, қан қысымы жоғары адамдар мен жүкті әйелдер үшін таптырмас ем болып табылады. Сонымен қатар сарысу косметологияда бет күтімінде таптырмас өнім болып табылады. Ал егер де шашыңызды сарысумен жуатын болсаңыз, шашыңыз жылтыр әрі қуатты болады. Сарысуды үй жағдайында сүтті үйітіп, ұйытылған айраннан сүзіп аламыз. Ал егер оған мүмкіншілігіңіз болмаса, арнайы сүт өнімдерін сататын орындардан қолжетімді бағаға сатып ала аласыз. Осындай жасалуы қарапайым, өзіндік құны төмен, емдік рөлі жоғары сарысуды күнделікті уақытта пайдаланып отырайық. Егер осындай пайдалы ақпарат сіздің игілігіңізге жараса, біз өте қуаныштымыз. Сондықтан біздің каналға тіркеліп, лайк басып және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Көріскенше сау болыңыздар.